2021 жылы құнды қағазда былай болды негізі. Егер есіңізде болса, 20-шы жылдар пандемия болды, құнды қағаздардың бағалар күрт төмен түсіп кетті. Күрт төмен түскен жылдары сол наурыз айы болады негізі. 2020 жылы пандемия болды, пандемия наурызда төмен түсе бастады. Сол кезде мен мұнай-газ компаниялардың 140 компанияның тізімі болды менде. 140 компания, олар биржада листинг өткізген өзінің акциялары бар. 140 компания арасында менде неше түрлі көрсеткіштер бар өзінің. Біреу жаңағы өнім шығару жағынан добыча дейді, біреу қор жағынан, запас жағынан, біреу өзінің жаңағы таза пайдасы бар, біреу келешек жаңағы инвестициясы бар. Осы 140 компания арасынан таңдап алдым. Ең финансовый фундаментальный анализбен қай осы компания арасында ең мықтылар қайсы арасында. Үш компанияны таңдап, үш компаниядан осы компанияға акциясын алу керек деген шешімге келдім. Ол тамыздың 2021 жылы болатын. Егер былай қарайтын болсаңыз, тамыздың 2021 жылы ең мұнай-газ компания саласында төмен түскен уақыт болатын, ең төмен. Сол кезде алдым, 2023 жылы қайтып сатып жібердім. Себебі 2023 жылы, 2 жылдан кейін барып, 2023 жылы қыркүйек айында мұнай-газ компаниялардың өзінің бағалары бар, андай не дейді, ондай жердегі нарықтық бағасы келді деген жаңа өзімнің қорытындым тұжырыммен байланысты сатып жібердім. Сонда мысалы 90% бір акция көтерілді бір мұнай-газ компаниясының. Енді 2 жылға бөлетін болсаңыз 40-45% болады негізі. Сондықтан мұнай-газ саласынан бастадым, бірақ кейін басқа компаниялар қоса бердім. Мұнай-газ саласына неге бастаған себебім? Мұнай-газ саласында мен өзім қорларды есептейтін сертификатым бар. Қазақстанда 2019 жылы алғаш дүниежүзілік өзінің мамандандырылған ұйым бар. Ол Америкада жаңағы өзінің орталығы бар. Сол жерде 2019 жылы Қазақстаннан алғаш болып кірдім. Ол кезде мен корпоративный жаңағы среда, сол ортада жұмыс істейтін болатын. Қорларға өзім сол компаниядан бақылау болатын. Ең басты адам ретінде Қазақстандағы мұнай кен орындарын. Негізі мұнай-газ кен орындарын, мұнай-газ компаниялар ең басты негізі көрсеткіші ол мұнай-газ өнімі емес, мұнай-газ қоры. Себебі өнімі ол қазіргі көрсеткіш болса, қоры ол келешек көрсеткіші. Ал ол жәндегі биржада листингі болған мұнай-газ компаниялары келешек 5 жыл, 10 жылда қанша инвестиция құяды, ол инвестиция қанша қор табады, соған байланысты мұнай-газ компаниялары акциялары я көтеріледі, я төмен түседі. Себебі қор азайып жатқан мұнай-газ компанияларына адамдар негізі онша белсенді акцияларын ала бермейді. Сол мен 2021 жылы қатты төмен түскен кезде өзім қор маманы болғаннан кейін мен сол компания 140 компания арасынан осы 3 компанияны алу керек. Негізі одан да көп компания алуға болады. Бір компания айтайын атын. Үшеуінде айтуға болады негізі. ИОК, ХЕС, ConocoPhillips. Анада коп, анада әркімнің өзінің тикерлері бар. Копта мен ConocoPhillips'ен 90% не көрдім, пайда көрдім. Бірақ әлі күнге дейін өсіп жатқан компаниялардың бірі негізі ConocoPhillips. Бірақ өсімі ондай қарқынды емес. Себебі қатты төмен түсті, психологиялық жәндегі пандемияға байланысты есіңізде болар жаңағы мобильность азайды, мұнайдың жәндегі күрт төмен түсіп кетті. Бір уақытта мұнайдың бағасы минус $36 болған кезі болды, WTI ол енді Америкада. Сол кезде инвесторлар жаппай негізі ол акциядан құтыла бастады. Бірақ бүкіл инвестор емес, жаңағы конъюнктураға байланысты акция алатын және акция сататын негізі инвестор қауымы одан құтыла бастады. Ал нағыз инвесторлар олар ұстап отты. Ол кезде бәлкім көбірек акция алды. Себебі біледі ғой, айналып келген кезде ол пандемияда бір күні бітеді. Айналып келген кезде бір күні қайтадан бәрі ашылады да, мұнай-газға біз тәуелдігіміз қайтадан арта береді. Дәл сол қазір соған келді. Себебі біз 2019-да мұнайдың жаңа жеткен өнімі 2020-да күрт төмен түсіп кетсе 11%-ға өнімі. Одан кейін барып қазіргі таңда 2019-дан да үлкен көрсеткіш жеткізді. Сонда көптеген кейбір ұйымдар болған. Соның қатарында BP деген Англияның компаниясының өзі айтқан. 2019 мұнай-газ саласында бәлкім шегі жеткен жыл болады деп 2020 жылы бастады. Енді 2024-те осы жылда да қайталады. Мұнай-газ саласы әлі де шегіне жеткен жоқ, әлі де келешекке қарай көтеріле береді деген тұжырымға келді. Қазмұнайгаз мұнай қоры, негізі Қазмұнайгазды мен 2000 қай жылдан бері, 17-ден бері бақылап келем. Себебі олар IPO-ға шамыз деген алдында баяндама жасаған болатын. Бірақ IPO-ға шамал кештеу шықты, пандемияда бәлкім мәселе еткен болар. Жылда негізі бір қордың өсімі бар Қазмұнайгазда. Тек осы жылғы қорда төмен түскен көрсеткішті байқадым.
оларда жаңағы қорлар есептеген кезде дүниежүзілік стандартпен есептейді, PRMS деген. Мен соның сертификаты менде бар, PRMS-пен қор есептеу. Мен соған қарай бақылаймын. Жылда мысалы өсетін болса, биыл 2P дейді. Ол доказанная вероятность запасы дейді. Ол жаңағы дәлелденгенмен мүмкін одан да оған жаңағы белгілі бір тәуелділік қосып, соның қорын есептеген, ол төмен түскен, 11%-ға ма төмен түскен. Негізі ол алаңдатады, себебі ол өзінің, егер тағы да осындай көрсеткіш жалғаса берсе, основной инвестор басты инвесторлар техника финансовый көрсеткіштерге қарай беретін, фундаментальный анализ жасайтын, ол инвесторлар кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан мұнай газ компаниялар ең басты негізі жұмысы қорларын өсіріп отыру. Қазір Қазмұнайгаз негізі активно жүргізіп жатыр. Қызылордада Палеозой дейді, оны қазды, сосын Қаратон деген табыр кен орны бар, ол жерде де қазып жатыр ұңғыма. Сондықтан бұл жаңалықтарды неғұрлым көп шыққан сайын, көп жаңағы өзінің белсенділігін көрсеткен сайын, соғұрлым инвесторлардың қызығушылығы болады негізі. Негізі бір 5-6 сала бар. Әр саладан ең жақсы деген, мұнай газ саласы секілді, ең жақсы деген көрсеткішке байланысты компаниялардың акциясын алу. Сол кезде мен John Deere'ді алдым, сол кезде Nvidia алдым. Менімен бірге негізі инвестор болды, өзім партнер. Сол инвестормен бірге қоса алдық. Одан кейін білім саласында алдық, TAL деген Қытайдың компаниясы. Одан кейін Nvidia алдық, тех секторында Nvidia өте қатты көтерілді. Мұнай саласы бар, тағы да қарау керек. Бірақ бұл ешқайсы төмен түскен жоқ. Ең төмен түскен TAL өте арзан баға түскен кезі болды. Бірақ мен айттым, ол TAL-дың аудиториясы үлкен. Ол жаңағы мектепте білім беретін EdTech компаниясының бірі. Бұл келешекте бәрі көтерілу керек, көтерілді. Айналып келген кезде сол 2 есе ма, 3 есе ма өсті. Кейін оны да сатып жібердік. Бірақ айтайын деген жаңағы әр салада тек өзің салаңа қатып қалмай, басқа салаларға да кіру керек. Тәжірибе бойынша, бірақ сол саланың бәлкім мамандарымен ақылдасу керек. Немесе сол саладағы ең керекті көрсеткіштерге байланысты компаниялардың акциясын алуға болады деп ойлаймын. Менде өзім белгілі бір қағидаларым бар, өзімнің. ETF-терді алған кезде ішінде өзім, ол былай деп айтсам болады, этика дейді ғой. Этика. Мысалы мен алкоголь сататын компанияны мысалы алмаймын, темекі сататын компанияның акциясын алмаймын. Олар ETF-нің ішіне араласып кетеді көбінесе. Араласып кеткен кезде, енді кейбір ETF-тер бар, тек қана бір салада. Мысалы, мұнай газ саланың өзінде бір ETF бар, тек қана мұнай газ саласында ең мықты деген. Бірақ олардың көрсеткіштері қатты мықты емес. Егер сіз жақсы маман болсаңыз, онда арасынан таңдап алған жақсы да. Ал егер сіз мұнай газ саласындағы маман болмасаңыз, әрине ETF алсаң дұрыс, бәлкім бір шешім ретінде. Оның өсім қатты болмаса да, доллар есебінде бәлкім сіздің компенсировать етіп отырады. Жоғалтқан инфляциядан болсын, неден болсын. Ақшаны құр тұрғаннан қарағанда, ол бәлкім сол ETF-терден сізге келген пайда 5-6% болса да, ол да бір кіріс көзі. Себебі енді әр ненің өзінің шегі бар. Цикличный дейді ғой. Мұнай жалпы инвестиция саласы бір өсім, бір түсіп отырады, бір түседі, бір өседі, бір түседі. Мысалы, Уоррен Баффеттің өзі қазір ең көп ликвидность дейді, өзінің ең көп бәлкім ақшасы ұстап отқан уақыттардың бірі, себебі өзі де айтады, алатын өсімге потенциально өсетін компания көріп отқан жоқпын дейді. Қазір бәрі шегінде, жаңағы белгілі жерде жағдайлар басы қайтадан төмен түседі, сол кезде сол өзінің дайын ақшасымен қайтып алады арзандаған акцияларды, белгілі уақытта қайтадан сатып жібереді. Яғни инвесторда, қалай айтсам болады, стратегия байланысты шығар, кейбіреулер ұзақ мерзімді алады, орта мерзімді. Мен орта, бәлкім қысқа мерзімдегі инвесторға жатамын деп айтамын. Қазақстан компаниясында Қазақтелекомды алдым. Ол жерде бір не болды, төмен түскен өзі момент болды. Сол кезде алдым. Оны кейін сатып жібердім. Одан кейін алған жоқпын. Жалпы теңгені долларға ауыстырған кезде акцияны Қазақстан компаниялары шетелге қарағанда қатты өсім болмайды. Теңгемен егер есептейтін болсаңыз пайызды, онда жақсы көрсеткіштер бар. Сондықтан мен долларға көбінесе шағым. Өзім ақшаны да доллармен сақтауға тырысамын. Қазатомпромды алған кезім болды, қайтып сатып жіберген кезім болды. Қазатомпромның акциялары тікелей уран бағасына байланысты. Қатты өсіп жатқан болса, алуға болады. Бірақ қазіргі мен Financial Times көптеген нелерді оқимын, жаңағы ақпарат көздерін.
Сосын уран саласында шамалы зерттегенім бар. Уран маман болмасам да, өз енді әрине жоспар емес, болжамым ғой. Уран бағасы өсті. Бұдан ары қатты өсіп өспеуі не сұрақ белгісі бар. Сенімім 90% емес әлі. Көбінесе 90% болған кезде, енді 10% енді 100% болу мүмкін емес. Сол кезде аламын көбінесе. Бірақ өз ойым, бұл салада егер ақша көбірек болса, капитал алу керек деп ойлаймын. Уран саласы әсіресе. Уранның бәлкім ETF-ін ала салған дұрыс деп ойлаймын. Мен 2023 жылы Nvidia-ны сатып жібердім. Сол кезде шегіне жетті деп ойладым. Одан кейін барып бірнеше есе өсті ол компания. Қазір таңда $4 триллион жеткен нарықтық капитал бар компания. Сондан мен шамалы IT саласын, қалай айтсам болады, пессимистік түрде қараған секілдім. Сол кезде шегіне жетті деп. Одан кейін бірнеше рет өсті. Сондықтан IT саласы қаншалықты ары қарай өседі, оны айта алмаймын. Маған әр шегіне жеткен сайын айтамын, осыдан ары қарай болмай шығар деп ойлаймын. Бірақ кетіп барады. Биткоинда мысалы сондай да. Сондықтан бұл салада мен маман емеспін негізі, шыны керек. Биткоин болсын, бәлкім содан болар. Мұнай-газ саласында мысалы қалай шықтым, олай қатты өспеді. Себебі өзінің интринсик value деген бар, және әр заттың өзінің бағасы болады. Ал IT саласының бәлкім әлі бағасы бәлкім жетпеген болар, шегіне содан өсіп жатқан болар. Оны білмеймін, уақыт көрсетеді. Бірақ егер тек бабл деген болды, 2000 жылдардың басындағы, 99 жылдың соңындағы тек баблды мысалы қарайтын болсақ, сол кезде де қатты көтерілді IT саласы. Кейін көптеген компаниялар банкротқа ұшады. Сондықтан бұл да сондай неге алып келуі мүмкін қазіргі жағдай. Бірінші потенциалын қарайтын болсақ, бірінші уранның қоры бітеді. Қазіргі таңда соңғы 10-15 жылда уранның қоры азайып жатыр. Бүкіл елде азайып жатыр. Мұнайдың қоры мысалы көтеріліп жатса, газдың қоры көтеріліп жатыр, көмірдің қоры көтеріліп жатыр. Ешқашан төмен түспеген тарих бойынша. Ал уранның қоры соңғы 15 жылда төмен түсіп жатыр. Бұл негізі өте қымбат барады. Меніңше аудитория қызық болады деп ойлаймын. Себебі ал атом электростанциясы жылдан жылға көбейіп жатыр. Бұл не деген сөз? Қор азайып жатыр, атом электростанциясы көбейіп жатыр. Демек, сұраныс көбірек болады. Яғни уран саласында мен ойымша потенциал көріп отырмын үлкен. Екінші сала мен егер ауыл шаруашылық деп айтар едім. Ауыл шаруашылық әсіресе табиғи тамақ, табиғи органикалық ауыл шаруашылық келешекте өсе береді. Бүкіл дүние жүзінде соған бетбұрыс бар. Европа ол алда, көшбасшы ел, органикалық тамақ ретінде. Содан басқа елдерде мен сапарлатам көп елдерді. Көптеген елдерде бұрынғыдай мысалы processed food дейді жөндегі, ондайға емес, органикалық тамаққа бетбұрыс басталған. Қазақстан өзі мысалы Қытай көп органикалық тамақты алады қазір, сұраныс көп. Қазақстан мысалы осы бағытта инвестиция салады, меніңше көбірек келешекте үлкен компанияларда бер жақ шығарып акцияны сата алады негізі. Бұл ұзақ мерзімді әрине. Бірақ осы салада мен потенциал көріп отырмын. Себебі тарихта дейді ғой, айналымы, обороты ешқашан төмен түспеген ең үлкен сала ол тамақ саласы. Себебі адам өмір үшін тамақ керек. Ол әрқашанда болғанда, сондықтан ол бола береді. Осы саланы айтқым келеді. Басқа саланы қарайтын болсам, энергетика саласына уран айтсам, тамақ саласы және органикалық тамақ дейтін болсам, үшінші сала ол технология. Мысалы мен John Deere'ді бостан алған жоқпын. Одан кейін де қатты көтерілмесе де кейбір компаниялар дивиденд көп береді. Себебі олар устойчивый дейді ғой, sustainable компанияларда. Оларда технология, мысалы John Deere'дің альтернативасы жоқ дейсіп айтсақ та болады. Олардың шығаратын комбайны бар. Мен зерттедім, John Deere'дің өзінің кезіндегі қандай кісі болған, ол компания қалай құрғанын, 150 жылдық тарихы бар компания мысалы. Және олардың ең бірінші несі, фишка дейді ғой, ол технология алда болуы.